Балалар, сендер А әрпін үйрендіңдер. Ат, арба. Б әрпін де білесіңдер. Болат, балта, бет. Мынау Г әрпі. Гүл, гүл сара. Енді Г әрпін жазамыз да, міне бұлай. Оның ортасын белбеумен байласақ, Г болып шыға келеді. Ыбырай Алтынсарин, қазақтың көрнекті ағартушысы, жаңашыл педагог, өзі әрі ақын, жазушы, әрі аудармашы. Бір сөзбен айтқанда, өз заманның ақыл ойшылы, қоғам қайраткері. Бар саналы ғұмырын халқын жаңа заманның өркениетті елдердің қатарына қосу жолына арнаған. Шын аты Ибрахим. 1841 жылы Қостанай облысының Қостанай ауданы Арқарағай ауылында дүниеге келген. Ыбырай Алтынсарин білім ордасын өте жақсы аяқтады. Тілмаштан хатшылық қызметін атқарды. Өз бетімен көп ізденіп, білім қорын молайта келе, Ыбырай туған халқына пайдалырақ басқа бір қызмет істеуді мақсат етеді. Осылайша ынтасы ағартушылыққа ауады. Ұлт мектебінің іргесін қалаған баба. Балаларға сабақты, қызықты, әрі түсінікті етіп берді. Діни мектептен молдадан сабақ алған балалар бір жылда әзер хат таныса, Ыбырайдың оқушылар небәрі 3 айда хат танитын. 1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының төр төбесінде Торғай, Ырғыз, Ақтөбеден жаңа мектеп ашады. Экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларына қажетті маман дайындайтын училищелер ашуға көп күш жұмсады. Тіптен ауыл шаруашылықтың училищесіне өз иелігінде жерді беретін туралы өсиет қалдырды. Ал Ыбырайдың қазақ қыздары үшін Торғайда, Қостанайда, Қарабұтақта, Ақтөбеде мектеп-интернат ашқызудың тарихи мәні тіптен ерекше. Ыбырай өмірінің екінші бір қыры жазушылық, қаламгерлік. Ол балалар әдебиетінің атасы. Сонымен қатар таза қазақ тілінде қолжазба газетінің бір номерін дайындаған. Тұңғыш оқулық шығарған адам да осы Ыбырай Алтынсарин. Ұлы ағартушы орыс зиялылары арасында беделді, сыйлы болған. Толстойдың әңгімелерін аударды. Белгілі шығыстанушы ғалым профессор Григорьев пен Кадринскиймен достасқан. Ыбырай өзі таңдаған жолдан сан алуан кедергі мен қиындықты жеңе отырып, үлкен жетістікке қол жеткізді. Осылайша туған халқының ардақ тұтқан ардақтысына айналды. Топырақ бұйырған жерде осы өмірде Тобыл өзенінің жағасы. 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ даласында білім нәрін сыйлап, ағартушының есімін берілген аудан, ауылдар, оқу орындар, көше еліміздің түкпір-түкпірлерінде бар.